Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер бейнені соңына дейін көргіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Қазақстанда 1 шілдеден бастап көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы өседі. Қазақстанда 1 шілдеден бастап көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы мөлшері өседі. Атап айтқанда, алтын алқа алған, батыр ана атағы бар, яғни 7 және одан да көп балалы, 1 және 2 дәрежелі ана даңқы ордендерімен марапатталған аналарға төленетін әлеуметтік жәрдемақы мөлшері 7,4 АЕК-ке дейін, яғни төлем 25.530 теңге артады. Қазақстанда ынтымақты және базалық төлемдерді қосқанда зейнетақының орташа мөлшері 120.659 теңгені құрады, деп хабарлайды Бүгін КЗ порталы Спутник КЗ сайтына сілтеме жасап. Құрметті көрермендер, зейнетақының асуын қалаған әрбір көрерменіміз видеосында бір ғана лайк түймесін басуыңызды сұраймыз. Қане көреміз, қанша көрермен зейнетақының асуын қалайды екен. Сау саламат болыңыз.